Саттар Естемесов атындағы орта мектептің 8-ші А сынып білім алушысы Әділхан Мадина. Таза ауыл сізден басталады. Жамбыл облысы Шу ауданы Көкқайнар ауылы өте әдемі сұлу ауыл. Әрбір адам тазалықты сақтап жүрсе, ауыл таза болады. Таза болса табиғат, аман болар адамзат дегендей, табиғат таза болса, адамзат баласы да аман болады. Ал егер табиғат ондағы ағаштар, біз жұтып жүрген ауа ластанса, денсаулығымызға зиян тиері анық. Қазіргі кезде техника жақсы дамыған заман. Оның пайдасы көп болғанымен зиянды жағы да бар. Көкқайнар ауылында Шу өзені бар. Өзен жағалауына серуендеп шыққан кезде тамақ ішкен орынды жинап жүруге дағдылануға достарымды шақырамын. Көшеде кетіп бара жатқанда қолымызда керек емес қоқыс болса, оны лақтырып кетпей, қоқыс жәшігіне ерінбей апарып салу керек. Көшеде біреудің қоқыс лақтырып бара жатқан жағдайларын байқасақ, қол қусырмай, сол жерде неге бұл жерді ластайсың, сенің туған жерің емес пе деп адамның патриоттық сезімін оятуымыз керек. Ауылдың тазалығын өзіңнің тазалығыңнан бастағаның дұрыс. Бұл әрбір адамның міндеті. Сондықтан ауылдың тазалығына барлығымызда үлес қосуымыз керек. Ауылың таза болса, сен бүкіл денеңмен дем аласың. Көңіл күйіңде тазалық пен әдемілікке қарап көтеріледі. Қазірден бастап табиғатты қадірлесек, болашағымыз сау болмақ. Туған жерді, ауылды, табиғатты қадірлеу ол біздің борышымыз.